Assalamu alaikum kızlar. Şaşım tөгіліп, azayıp бастады. Көктемнің келгені, витаминдердің азайғаны, бір жағы кальциям азайып кеткен сияқты, тістерімнің де несінен байқадым. Сөйтіп кальций ішіп бастадым. Фаберликте кальций хелат бар, соны ішіп жүрмін. Сонымен бірге өзіме шампунь, маска заказ бердім. Сөйтіп шашым төгіліп қойды. Енді қалыңдассам екен деген ниетім бар. Енді құдай қаласа азын өзімізге уход қылайық бір жағы деп не қылдым. Өзі білесіз, фаберликке заказ бергенде основной заттарым көбісі әр заказда өзіме зат алып тұрамын. Соның ішінде қара седана шампуні мен осы масканы алып қолданып жүрмін. Сөйтіп осы туралы айтқым келді. Пайдасын көргеннен кейін бөліскім келді. Бұл шампунь 95% натуральный, яғни қара седана черный тминнен істелген, соның майынан істелген. Исін ашып қарағанда да иіс шығып тұрады, седананың майдың иісі шығып тұрады. 380 мл шаштың төгілуіне қарсы көп пайдасы бар. Өзімде көріп, басқаларға айтып, оларам рахметін айтып қолданып жүрген шампунь. Рахмет растанам, жақсы екен деп. Өзім қымбат емес, қол жетімді бағадағы шампунь. Сонымен бірге маска қолданып жатырмын. Бұл маска аптада әрдайым күнде қолданатын емес, аптада 2 рет я 1 рет қолданамын. Разогревающий маска деп айтылады. Яғни бұл қара қызыл бұрыш қыздыратын ашық қызыл бұрыш бар составында. Өзі масканың өзім қызғыш реңде болады бұл. Өзім объемный, бұның үлкендігі 250 мл екен. Шашымды жуып болып, барлық маскаларды мысалы шаштың түбіріне жаға беруге болмайды, бірақ мына масканы шаштың бетіне түбіріне жағуға болады. Басты жуып болғаннан кейін масканы түбіріне жағып шығамын. Сөйтіп пакет киемін. Пакет кисе қыздырады, бастың терісін қыздырады. Пакет киіп аз-маз 10-15 минут орап отырамын. Содан кейін теріні қыздырады. Бұл сезіледі өзіме. Одан кейін жуып тастаймын. Шашым жұмсақ, мұршыны болады, бір жағы төгілуі тоқтады. Енді қалыңдассам екен деп қалаймын, енді қалыңдасқан. Соның үшін пайдаланатын себебі шаштағы өлі пияздар дейді, мені оятады екен маска. Өсіреді деп қойыпты шашты, бірақ маған сол өсіргеннен гөрі көбірек қалыңдасқанын қаладым. Соның үшін осыны қолдандым. Кейін мына бальзам. Бұл сила волос деген. Бұл төгілуге қарсы екен, шаштың төгілуіне қарсы. Бұл да натуральный. Осы үшеуі бір серияны